Сәлем достар, бүгін бізде бонус сабақ, яғни еркектің жыныс мүшесін өзіне байлап, бағындырып, бір жыныстық қатынаста бірнеше оргазм алатын техникаларды үйренетін боламыз. Олай болса, кеттік. Қараңыздар, оргазмның бірнеше түрі бар. Жалпы оргазм деген бұл жыныстық қатынаста әйел адамның бір бітіруі деп айтады ғой. Еркектер прям ұрығын шашып бітірген сияқты әртүрлі керемет сезімге бой алдыруы. Допустим, ол біреуде космосқа ұшып кеткен сияқты сезім болады. Біреуде прям жаны рахаттанады, иә. И ол сезімді сезінген әйел, ол көп сезімге бергісі келеді. Яғни жыныстық қатынасқа деген құмарлық сезімі, либидосы көтеріледі. Вот. Егер сіз жыныстық қатынаста оргазм алмайтын болсаңыз, жыныстық қатынастан қашасыз, себебі ол жерде ешқандай кайф жоқ. Тек қана энергияңызды құртасыз и өзіңізді бір ущемленный сезінесіз. Оргазм алу үшін біріншіден әйел жыныстық қатынасқа таңертеңнен бастап дайындалу керек. То есть миы бос болу керек, жыныстық қатынасқа дайын болу керек. Сосын прелюдия деген нәрсе бар, яғни жыныстық қатынас кезде екеуіңіздің бір-біріңізге доверие, сенім тудырып, прям құшақтасып, аймаласып, бір-біріңіздің эрогенный зоналарыңызды қоздыру әйел үшін өте маңызды. И білесіз бе, оргазмның бірнеше түрі бар, яғни коитальды деген бар, жыныстық қатынас кезінде жыныс мүшенің қынапқа кіруінен алатын оргазм. Ал енді ол кезде бізде қынаптың ішіндегі зона А, зона G деген нүктелеріміз қозады. Ал жыныстық қатынас болмай-ақ оргазм алуға болады. Ол қалай? Бізде денемізде жасырынған нүктелер бар. Оларды эрогенді точкалар дейді. Және ол точкалар әркімде әртүрлі. То есть сіз денеңізді зерттеу арқылы, сылап сипау арқылы өзіңіздің эрогенді нүктелеріңізді тауып аласыз. Даже күйеуіңізбен құшақтасып, сүйісіп, аймаласып жатқан кезде сізге ұнайтын точкалар бар. И керісінше онша ұнамайтын точкалар бар. Эрогенді нүктелеріңізді білу арқылы именно жыныстық қатынастың алдында эрогенді нүктелерді қоздыру арқылы әйел де, еркек те керемет оргазм сезе алады. Әрине еркектерге ол күшті сезім сыйлайды, бірақ ұрығын шашуға әкелмесе де, ал әйел адам прям кәдімгідей оргазм алуы мүмкін. Яғни прям бұлшық еттерінің жиырылып, толық оргазм, полноценный оргазм алады. Ол тіпті даже ер адам даусынан, құлағына сыбырлағаннан, құшақтағаннан, сүйгеннен, емшегін уқалағаннан, прям емшегін ұшын сүйгеннен, эрогенный нүктелерін уқалағаннан да әйел адам оргазм ала алады. Енді бір жыныстық қатынаста егер сіз күйеуіңіз, екеуіңіз бір-біріңіздің эрогенный нүктелеріңізді біліп, қоздырып, жыныстық қатынасқа дейін бір-біріңізге оргазм сыйлайтын болсаңыздар, ол құба-құп. Бірақ көп әйелдерде анандай сезім болады. Мен күйеуіме қалай айтам? Менің эрогенный зонамның қай жерде екенін қайдан білем? Біріншіден өзіңіздің денеңізді зерттейсіз. Ваннада, душта, допустим, денеңізді расслабиться етіп, судың астында, душта тұрып, өзіңізге ұнайтын нүктелеріңізді өзіңіз зерттесеңіз болады. Немесе жыныстық қатынаста өзіңізге, допустим, күйеуіңізге айтасыз, мені аймалап сүйші, менің эрогенный нүктелерімді тапшы. И күйеуіңіз ұстаған кезде айтасыз, во, шерма ұнайды, прям осы сыйлашы, осы сипалаш деп, прям дыханиеңізбен, өзіңіздің керемет даусыңызбен, или наоборот даже қолын алып өзіңізге апарып қойсаңыз болады, ұнайтын жерлеріңізге. Осылай бір-бірлеріңізге жыныстық қатынас кезінде оргазм сыйлайсыздар. И бізде денемізде сондай бір нүкте бар, клитор деп аталады, білесіздер. Клитор ол үлкен жыныс еріндерінің, кіші жыныс еріндерінің біріккен жері бар. Прям кіші жыныс еріні бірігеді, сосын үстінде оның үлкен жыныс еріні тұрады. Соның екеуінің ортасында клитор деген точка бар. Ол еркектің жыныс мүшесі бар ғой, половой член, соның өсіп шығатын жері. Допустим, біз еркек болған жерде болсақ, егер туылған кезде, сол жерде половой член тұратын еді. Сол половой член, білесіздер, еркекте өте сезімтал, иә, прям ең эрогенный, ең қозатын нүктесі ол еркектің члені. Сол үшін оларға массаж жасап, лингам массаж, жаңағы неше түрлі мануальный техникалар жасап беріп, рахаттандыруға болады. Әйел адамда да дәл солай клиторды уқалау, оны қоздыру арқылы әйел адам толық қанды полноценный оргазм сезе алады. Оны әйел адам өзін-өз мастурбация жасау арқылы да жасауына болады, или болмаса күйеуіне жыныстық қатынас кезінде уқалату арқылы оргазм ала алады. Или ең күштісі, қыздар, қазір күшті бір техниканы айтам, питтинг техникасы. Күйеуіне членнің головкасы бар ғой, прям мынандай бір не болып тұрады ғой, грибок сияқты. Соны именно жыныс мүшені былай уқалату арқылы клиторды уқалатады. Сол кезде рахат бір керемет сезім болады.
Енді қараш, вот допустим, сенің жыныс мүшең, еріндерің, клитор, точка, и сол клиторда сенде бүткіл эрогенный точка бар. Сол жерге әдемі смазкалар, жыныстық қатынас кезінде қолданатын гельдерді жағасың, половой членнің басына да жағып, именно губкалармен мына половой член ішіне, қынаптың ішіне кіріп кетпейді, именно былай, именно клиторды уқалайды. Ана жерде кайф аласың ғой. То есть сенің бүткіл ең эрогенный нүкте, то есть күйеуіңнің членнің басы ең сезімтал, и сенің клиторың ең сезімтал. Сол нүкте екеулеу арқылы прям керемет оргазм сезінуге болады. Бұл техниканы питтинг дейді, яғни жыныстық қатынасқа кірмей половой член, именно губкалары, мына клитордың айналасы, еркектің членінің головкасы, қыздар екеуі бір-біріне үйкеледі. Сол бір сәтте енді қыздар оны сезініп көру керек, полный расслабленный, сосын қолмен уқалап, одан кейін мүшесімен уқалаған кезде кірмей-ақ оргазм алуға болады. Прям толық қанша жетіп тастайсың. Одан кейін бізде жаңа айттым, қынаптың ішінде зона А деген бар, зона G деген бар. Зона G ол қынаптың ішіне кіре бергеннен кейін, вот кіре берістен 2-3 сантиметр тереңдікте қынаптың алдыңғы қабырғасында орналасқан. Вот сіздің қынабыңыз алдыңғы қабырғасы бар, сонымен кірген кезде 2-3 сантиметр тереңдікте орналасқан. Именно әйел адам қозады ғой, сүйісіп, құшақтасып, прям еркегінің дыханиясын сезген кезде ол зона G үлкейеді. Қалыпты жағдайда қынабыңызға салсаңыз, оны дым сезбеуіңіз мүмкін. Ал қозған моментте вообще ақырын өзіңіздің астыңызға қолыңызды салып көрсеңіз, именно сол зонаның үлкейгенін, ісінгенін байқайсыз. Сол кезде қозған кезде ғана зона G пайда болады. И именно членнің головкасы бар ғой, кірген кезде зона G-ді уқалаған кезде рахат алады. Сол үшін еркек былай қатты, грубый, до конца кіргізген емес, именно зона G-мен ана головкасының қыртысы бар ғой, сол кіріп шыққан кезде, қыздар, өкінішке қарай мен ештеңе істеуге, членді, макеттерді көрсете алмаймын, бізді блоктап тастайды. Сондықтан осылай көрсетуге мәжбүрмін. Членнің головкасы именно 2-3 сантиметрге кіріп шығып жасаған кезде әйел прям күшті қозады деп тұрып. И зона А ол біздің жатырдың мойнында орналасқан, но, к сожалению, зона А ол әркімнің сезімталдығы әртүрлі, қатты дамымаған. Кейде оған тиген кезде біреулер бой сезеді, ал кейбіреулер наоборот рахаттанады. Сол кезде членнің ұзын болғаны маңызды болады. И кейде ойлайсыздар ғой, ол член ұзын болса ғана шейкаға жетеді деп. Но зона G өте сезімтал. Сондықтан мен әйелдерге айтамын, ол член ұзын болсын, ұзын болмасын, 2-3 сантиметр ұзындық бар ғой, любой членде. Сол үшін именно мына зона G-ді ынталандыру арқылы көп кайф алуға болады. Бірақ ол зона G-ді біз дамыта білуіміз керек. Кейбір адамдар ол зона G-ні сезбейді, ол жерден рахат алмайды. Оны дамыту үшін сіз өзіңізге жаңағындай эротический массаж жасайсыз. То есть қынабыңызды дамытасыз, қолыңызбен именно қозып, клиторды қоздырып, именно зона G-ді қоздырып, клиторды қоздырып, зона G-ді қоздырып, сонда сізде ұйықтап қалған зона G оянады. И кейін жыныстық қатынас кезінде күйеуіңіздің головкасы кірген кезде уже зона G-іңіз жұмыс жасайды. Өйткені біздің ағза өте жалқау. Ол новый бір нәрсені жасағысы келмейді. Оргазмды, допустим, ол только клиторально алып үйреніп алса, только клиторын, особенно жас кезінде қыздардың көбісі мастурбация жасайды, сөйтеді клиторын қоздырып оргазм алып үйреніп алады, кейін жыныстық қатынас кезінде мен оргазм алмаймын деп қиналып жүреді күйеуінен, и өзі барып жасырынып мастурбация жасап жүреді. Ну, тоже неплохо, но жыныстық қатынас кезінде прям күйеуіңмен бірге кайф алғың келсе, сен зона G-ді оятуың керек. Ол үшін опять же айтамын, сен өзіңді дамытасың. То есть клитор, зона G, клитор, зона G. Екеуімен бірге массаж жасайсың. То есть зона G-ді, клиторды уқалап, прям күшті оргазм алып қозасың, сосын зона G-ді ынталандырып, прям қолыңмен кіріп массаж жасайсың. Потом опять ол азайып қалған кезде қайтадан клиторды қайтадан ішіне кіріп, осылай массаж жасау арқылы өзіңнің зона G-ді қынабыңның ішіндегі ең керемет нүктені оятуың керек. Кейін сонда күйеуің уже клиторды уқаламай қынапқа кірген кезде сразу оргазм ала бастайсың. Ал енді бірінші клиторды уқалап, содан кейін мүше кіретін болса, тоже кайфово.
ойлашы, бір жыныстық қатынас кезінде сен бірнеше рет оргазм аласың. Экстракоритально құшақтасу, сүйісу, аймаласу, емшегіңді прям сорғызып, құлағыңа неше түрлі еркектің басовый дауысы сыбырлатып, да эрогенный зона әркімде әртүрлі. Біреудің көтенінде, біреудің бөксесінде, біреудің емшегінде, біреудің мойнында, құлағында, шашының айналасында, біреулер шашын тартып тұрып жестко болғанын айтты, біреуге нежно болғанын айтты. То есть ол әркімнің фантазиясына байланысты. То есть кірмей жатып ақ сен уже аймаласу, сүйісу процестерінен, егер оны дұрыс қолданатын болсаң, оргазм аласың. И потом клитор арқылы да кірмей жатып қолмен или мүшемен питтинг жасау арқылы, то есть мүше именно еріндермен жүріп отырады да, именно клиторды уқалайды. И уже соңында прям ішіне кірген кезде зона G наработанный, уже дамыған, анау ұйықтап қалған клеткалар оянатын болса, прям керемет оргазм аласың. Сонда бір жыныстық қатынаста уже 3 рет оргазм аласың. Ойлашы. И одан кейін олай көшеге шыққан кезде біреумен ұрысып, жылысып, стресске беріліп деп жүрмейді. Ол не істейді? Расслабленный деп жүретін бақытты әйел болады. Себебі оргазм ол әйелді по-любому расслабить ететін, бүткіл денесіне жиналып қалған стресстерді деп шығарып жіберетін нәрсе болғандықтан, разрядка дейді ғой. Вот сондай процесс. Сол үшін мен кез келген әйел жыныстық қатынаста оргазм алмаса, ол уже либидосы төмен түсіп кетеді, күйеумен отношениясы құрып кетеді, жыныстық қатынастан қашып жүретін болады. Ал жыныстық қатынастан қашатын болсаң, не істейді күйеуің? Ерте ме кеш пе жыныстық қатынаста рахаттанатын бір әйелді өзіне тауып алады, потому что ол физиологиясы сондай. Физиология сондай болғандықтан еркектердің де табиғатын түсінуіміз керек, и өзіміздің табиғатымызды түсініп оргазм алатын болсақ, еркекті ең күшті қоздыратын нәрсе ол оргазм алып, өзінің денесінен жыныстық қатынастан кайф алып, рахаттанатын әйелді еркектер қатты жақсы көреді. Неге? Олар әп-әдемі сұп-сұлу әйелдерін тастап, үлкен жастағы әйелдерге басқа нәрселер кетіп қалады, потому что ана бәлкім кәрі болуы мүмкін, бала шағасы бар, үлкен әйел болса да өзінің денесінен кайф алады, оргазм алады, прям анау энергиясы ұрып тұрады да. Сол үшін әйелдерін тастап, сондай әйелдерге кетеді. Вот поэтому, қыздар, денелеріңізден өз оргазмда денеңізді сезініп, денеңізден прям жыныстық қатынастан күштілеп кайф алуларыңыз керек. Енді, қыздар, еркектің мүшесін басқару техникасы. Кез келген әйел шіркін-ай, әпшу маған ғана тұрса, басқаға тұрмаса деп армандайды. На самом деле бұндай техника бар, қыздар. Тоже өте сақтықпен қолдану керек. Өйткені бұл техниканы мен некелі, прям өзінің жарына ғана қолдануға кеңес берем. Ал просто ойнас болып жүрсеңіздер, просто любовница болып жүрсеңіздер, бұл техниканы жасамаңыздар. Өйткені еркекті өзінің еркінен тыс, ол сізге үйленгісі келіп тұрған жоқ, просто сізбен жатып тұрып жүрді. Еркінен тыс жаңа техникаларды жасау сізге ертең әртүрлі гинекологиялық аурулар алып келуі мүмкін. Өте қатты сақ болыңыз. Қазір неге рак матки көп? Өте байқау керек. Поэтому, қыздар, тек қана ақ некелі өзіңіздің күйеуіңізге ғана жасауға болады. И бұл техника, білесіздер, еркектің ең уязвимый моменті бұл оргазм алған сәт, еркектің бітірген сәт, деп бір рахаттанатын сәті болады, бір доля секундалар ғана. Сол сәтте сіз оның сондай миына установка бере аласыз, яғни андай оргазм алған кезде сізбен ассоциация болады, басқа әйелмен емес. Допустим, басқа әйелден де ол бітірген кезде сондай кайф алады ғой да, но сізбен болған кезде күштірек кайф алатындай ассоциация жасасақ болады. Ол қалай? Оргазм алған сәтте ол рахатнай деген бір блаженный чувствода жатады. Сол кезде, мысалы, оның жақсы көретін бір жыныстық қатынас кезде білесіз ғой, сүйіскен ұнайды, или ақырын құлағынан ұстаған ұнайды, или бір нежный прикосновение ұнайды. Соны прям андай ассоциация жасап тастайсыз. То есть, допустим, иығынан сүйесіз, или болмаса құлағынан ақырын сипалайсыз, мошкасынан да, былай сипалауыңыз мүмкін. Бітір деп жатқан кезде просто как будто бір прикоснулись, ақырын құлағынан ұстап, бір нежно жатқан сияқты істейсіз да. И бірақ оны каждый жыныстық қатынас сайын, то есть бірінші жақсылап оргазм беріп, кайфын беріп аласыз, рахатнай деп жатқан сәтте именно сол бір точканы все время ассоциация. Яғни жыныстық қатынас болды, мен бітірдім, бітірген сәтте менің денемен бір прикосновение болу керек деген оның миында қалып қояды. Өйткені ең блаженный сәт қой, адамның есінде күшті қалады, сол сезімді сезіне берсем дейді да. И сол кезде сен, допустим, сүйесін иығынан, денесінен, бетінен, білмеймін, өзің ғана білетін бір сондай қойып аласың ассоциацияны. И соны әр жыныстық қатынаста, әр оргазм алған сайын істеп отырасыз. Как будто бір әдет сияқты, байқатпай.
кейін, допустим, ол бір басқа әйелмен болған кезде рахаттанды, бірақ как будто бір завершающий бір нәрсе жоқ, как будто оны сүймей қалған сияқты, как будто оны ұстамай қалған сияқты болып тұрады, и бірдеңке бітпей қалған сияқты болып тұрады. Сол үшін бітіретін нәрсені сіз қойып тастайсыз оның миына. Мысалы балаларды ұйықтатқан кезде білесіздер да, мысалы сидіретін кезде тізесінен сипалап үйретсе, ол тізесін ұсталған кезде сразу бала жж деп сиеді да. То есть ол да осындай бір ассоциативный біздің денеміздегі рефлекстер, осындай рефлексті қалыптастыру. Допустим, қолынан сылаған кезде да бір балаларға қойған сияқты күйіңізге де қойып тастайсыз. Или болмаса мысалы сиетін кезде шш деген звук шықса, біз сигіміз келіп кетеді, иә? Сол сияқты миларына ассоциация қойып тастау күйеуіңіздің. Оны өзіңіз ойлап тауып аласыз, иә? Мен жаңа мысалдарды келтірдім. Енді тағы бір техника үйреткім келіп тұр, қыздар, өте күшті техниканың бірі. Бұл тантралық практикалардың бірі. Именно бізге оны Москвадан тантралық, анау Балиде жатып, неше түрлі тантралық практикалар жасап келген ұстазымыздан үйренген техника. Бұл техниканы жасау үшін қыздар қанаптың состояниесі күшті болу керек, иә? Бұлжыраған қынаппен, к сожалению, жасау қиын. Бұны жыныстық қатынас кезінде күйеуімізбен, мысалы, всегда айтамыз, жыныстық қатынасқа түсеміз, вроде секс нормально. Неге екеуміз бір-біріміз айтады ғой, муж и жена одна сатана, бір-бірін чүк деп взглядтан түсіну керек қой негізі. Бірақ сондай бір духовный байланыс дейді, жан дүниелік байланыс болмай қалып жатады. Только секс и все. Түнде нормально, вроде төсекте, потом таңертең тұрамыз да екеуміз екі бөлек әлембіз. Осындай кезде осындай бір душевный, духовный, жан дүниелік байланысты орнату үшін осы тантралық практиканы жасауға болады. Себебі тантра деген нәрсе бұл, білесіздер, үнділердің мәдениетінен пайда болған. Олар жыныстық қатынас, әшейін жыныстық қатынас деп қарамайды, просто бір секс деп қарамайды. Ол как будто Всевышний сила, еркекті де, әйелді де жаратқан, ол Аллах Тағала Всевышний, и Аллах Тағаламен байланыс. Яғни өздерінің жаңағы діндерінің нани сенімдері бойынша бір шешім шығарардың алдында осындай бір космоспен байланысу үшін еркек пен әйелдің соитиясы, былайша айтқанда бір бала туылса да екеуінің байланысы арқылы туылады. Ол үлкен біздің қолымыздан келмейтін нәрсе ғой, яғни Аллахтың құдіретімен жасалынатын нәрсе. И жыныстық қатынас та Аллахтың құдіретімен жасалынатын нәрсе. Егер еркектің мүшесі тұрмайтын болатын болса, несін кіргізеді ол, иә? Әйелдің қынабы жоқ болса, яғни оның барлығы Аллахтың бір жаратылысымен, Аллахтың бұйрығымен, еркек те әйел де бой жетіп ер жеткеннен кейін жыныстық қатынас бірін-бірі іздеп тұрады, иә? Яғни сол нәрсені бір олар сондай мән беріп қарайды да, яғни бір Аллахтың бұйрығымен жасалынатын нәрсе деп қарайды. Тек қана секс деп қарамайды. Сол кезде тантралық практика, духовный байланыс, жрица деген нәрселердің бір шешім шығарар кезде істейтін тантралық практикасы. Өте күшті практика. Оны жасаған кезде, қараңыздар, жыныстық қатынас кезде біз просто еркектің деп жата бермейсің күйеуінің астында да, өтірік ыңырсып, именно сол процестің ішіне кіресің. Яғни күйеуіңмен екеуің душевный байланысуларың керек. То есть күйеуіңнің қимылы, еркектер былай қимылдап жатады, сен деп жата бермей, бір кусок мяса сияқты. Именно оның қимылымен бірге толқын тәрізді движение, маятник сияқты екеуің бірге қимылдауларың керек, То есть уже душалар бір толқынмен қимылдауы керек. Ол үшін, вот допустим, күйеуің кіріп жатыр, шығып жатыр. Ол кезде не істейсің? Вот күйеуің саған қарай ұмтылғанда, сен де күйеуіңе қарай прям бүткіл жан дүниеңмен қимылдайсың. Қимылдан, ол да саған кірді, екеуің бір-біріне прям мүшелерің, вот допустим, қынап, и былай кіру керек қой, міне, толқын осылай болу керек, да? Сен құр жата бердің, ол былай қимылдамайды. Именно саған кіретін кезде сен плотно кіресің. Мына күйеуіңнің член саған кіруіне толық жағдай жасайсың. Яғни қынабыңды босатасың, член толық кіреді. Сен де оған қарай қынабыңмен, тазыңмен алдыға қарай ұмтыласың күйеуіңе қарай. Вот тазыңмен алдыға қарай, ол саған қарай, қынабың бос. Шығатын кезде қынабыңды қысасың и наоборот кері қарай. Ол да сенен былай, сонда маятник сияқты қараңдаршы, былай қимылдайсыңдар ғой. И қынабың вот кіретін кезде бос, шығатын кезде қысасың. Қынабың бос, кіретін кезде қысасың. Сонда ана члені бар, қысылып рахаттанады. Еркектер өзіне мастурбация жасаған, өстіп тұрып, рахаттанып тұрып жасайды ғой. И сенің қынабың қысып тұрып, ананы жіберген кезде прям созылып тұрып, ішіндегі застой бәрі шығады. То есть еркекке керемет влагалищемен массаж жасап бересің. И қынабыңды босатып, қысып жатасың, и тазыңмен алдыға артқа. И еще и самое главное, дыхание, қыздар.
енді адамға ең маңызды вообще өмір сүруіміз үшін не керек? Дыхание керек, иә. Дем алмай деп пересамайсың ғой да, жыныстық қатынаста дем алмай тұршы өліп қаласың ғой, жыныстық қатынасың жайыңа қалады да. Сол үшін дыхание, қыздар, именно кіріп жатқан кезде қынабыңды қысасың и босатасың. Қынабыңды босатқан сәтте, вот кіріп жатқанда бос қой қынабыңды, то есть демді шығарамыз да, и наоборот шығарып жатқанда қынабымызды қысамыз, қынабымызды қысқан кезде деп дем аламыз да, и наоборот қынабымызды босатқан сәтте дем шығарамыз. Деп прям именно қынаппен синхронно сенің дем шығаруыңда, дем алуыңда бірге жүру керек. Яғни қараш, тәніңмен влагалищең, тазың, дыханиең бәрі күйеуіңмен синхронно. Яғни еркекте прям күштіліп істеп жатады, и сен де жан тәніңмен бірге істейсің. Это душевный связь. Именно жан дүниемен байланысты орнататын нәрсе. Еркегің екеуің прям жан дүниең анау кіріп шығып, телоларың бірге, мысалы синхронный катание болады ғой, қыздар. Сол кезде біреу шатасып кетсе, анау 5 шатасып кетеді. Вот секс сапалы болу үшін 5 шатаспау керек. Денелерің прям рахаттанып қимылдау керек. Енді әрине өте қарапайым техника. Дыхание, влагалищені қысып жіберу и тазды қимылдату. Алдыға артқа. Кірген кезде босату, шыға қысу. Босату, қысу, босату, қысу. И ал жаңа қысқан кезде дем аламыз, босатқан кезде дем шығарамыз. Деген дыханияны шығару. То есть сенің өзіңнің рахаттанып жатқан, күйеуіңнен наслаждение алып жатқандығыңды сезіндіру. Енді бұл жерде бір нюанс бар. Егер сенің қынабың қысып жіберілмейтін, галош сияқты кеңейіп кеткен, еще хуже, егер опущение бар болса, бұл техниканы өліп қалсаң да жасай алмайсың. Поэтому всегда айтамын, қынаптың состояниясы ол әйелдің сексуальностьмен тікелей байланысты. Қынабы галош қыздар ешқандай техниканы жасай алмайды, и оргазм алуларда қиын. Былш, шылқ, не то, сапа не то, қыздар. Поэтому еркектің мүшесі мысалы ауырып тұрса жөндеп кіріп шыға алмайды ғой. Енді сенің қынабың опущенный, салбырап жатқан, деп жатқан қынап болатын болса, қаяқтағы қысып жіберу, оны сен қыстың ба, жібердің ба, күйеуің сезбейді. Ал қынаптың жағдайын қыса ма, жібере ма, күші қандай, оны біз арнайы лазерный тренажермен анықтаймыз. Сол үшін кез келген қыз баласы жыныстық қатынасқа түссін, түспесін, вообще қынабының жағдайын білу керек. Қынабының жағдайын жақсарту керек. То есть қынапты не істеуіміз керек? Тарылтуымыз керек. Енді қынапты қалай тарылту керек? Қынаптың күшін қалай білеміз? Вообще қысалам ба қынабымды, қысалмайым ба? Опущением бар ма, жоқ па? Опущением бар болса қалай кетірем? Қынабымды қалай тарылтам? Күйеуіме жыныстық қатынас кезінде оргазмды қалай сыйлайым? Өзім қалай оргазм алам? Осы сұрақтардың барлығына, қыздар, 30 күні мен сіздерге күшті тегін сабақ дайындап қойдым. Сол сабаққа қатысыңыздар. Сабаққа қатысқан жандардың арасында мен осындай лазерный тренажер, ойлаңызшы, лазерный и грузовой біздің қынабымызды тарылтатын тренажерді керемет сыйлайтын болам. Одан бөлек бізде алтын бұйымдар брендовый, еще мынандай сексуальный бокс бар. Әр бокстың құндылығы 100 000 теңге. Осындай бокстарға, алтын бұйымдарға және қынабымызды қыздай қылатын волшебный палочка лазерный тренажерға ең бастысы мынандай шетелге жолдаманы қалай алу керек, не істеу керек, вебинарда айтатын болам. Олай болса, вебинарда барлықтарыңызды күтем.